Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Қазіргі таңда уақыт көшімен ілесіп, дүние жүзінде мыңдаған кәсіп иелері өз міндеттерін атқаруда. Олардың әр қайсысының да қоғамға тигізер пайдасы мен адам өмірінде алар орны ерекше. Ал жер бетіндегі сан түрлі дерттің бетін қайтарып, миллиондаған жанның өміріне шуақ шашып, жүздеріне күлкі үйірген, адам өмірінің қуанышты сәттерін ұзартуға атсалысатын абзал жандар, дәрігерлердің де еңбегі ұшан теңіз. Алайда бәрінен де ота жасайтын дәрігер мен өмір деген өзеннің тәтті суын мейірі қанып, қызықтап, жеткілікті ішкісі келетін емделуші сырқат адам уақыттың бір минут қадірін жете бағалап түсінеді. Өкінішке орай, кейбір сырқаттың нақты емі әлі күнге дейін табылған жоқ. Соның бірі қатерлі ісік дерті. Ол теңіз шаяны сияқты шатасқан аяқтармен адам денесіне жайыла тарайды. Обыр клеткасы адамның басынан бақайшағына дейін кездесе береді. Тез өсіп, белгілі бір уақытта қан және лимфа тамырлары арқылы ағзаның мүшелеріне тарайды, немесе балалайды. Сол себепті әлемде әр 30 секунд сайын адамдардың біреуі қатерлі ісік, лейкемия дертіне шалдығады. Аждаһадай аузын ашқан бұл дерттің тырнағына іліккен жас та, кәрі де, ер де, әйел де, жасөспірім балалар, тіпті дүние есігін жаңа ашқан сәбилер де ілініп жатыр. Қоғамға қызмет ету бағдарламасы аясында облыстық балалар ауруханасының онкогематология бөлімшесінде онкологиялық және лейкемия дертіне ұшыраған балалардың өмірге деген құштарлығын арттыру, жүректеріне қуаныш сезімін ұялату мақсатында жаңа жылдық бағдарламамызбен құттықтай барғанымызда періштедей пәк, бейкүнә балалар мен сәбилердің қатерлі дертке шалдыққанын көріп, жүрегім сыздады. Емделіп жатқан балалар кез келген уақытта, тіпті бірнеше секундтағы өмірмен қош айтысуы мүмкін екендігін ойлағанымда өкініштен өзегім өртенді. Айтыңыздаршы, бұл бүлдіршіндердің жазығы не? Кеше ғана дүние есігін ашқан бейкүнә сәби неге мұндай дертке шалдықты? Балалардың ауру азабын тартып жатқанын көріп, шыбын жанын шырқырап, еріксіз жанарына жас үймелейді. Бір ғана оңтүстік Қазақстан облысының аумағында жылына 600-ден астам балалар онкогематология бөлімшесінде ем қабылдап, соның ішінде 50-ге жуығы онкологиялық дертке, ал қалған 500-ден астам лейкемия дертіне шалдығады екен. Ал бүкіл Қазақстан бойынша олардың саны қаншама десеңізші. Халқымыз жақсы кәсіп жанға нәсіп дейді емес пе? Осындай құрметті мамандық арқылы адамдардың өмірін нұрға толтырып, қоғамға қызмет еткім келеді.